Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз испанский чизкейк Сан Себастьян жасайтын боламыз. Ең алдымен творожный сырға қантымызды қосып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Одан кейін біртіндеп жұмыртқаны қосып араластырып отырамыз. Сливки, кукурузный крахмал және ванилин қосып жақсылап араластырамыз. Осындай масса шығу керек. Формочкаға пергамент қағазын 2 қабаттап төсейміз. Дайын болған массамызды формаға құйып, 200 градус қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз. Чизкейкіміз дайын, формада суытамыз. Шоколадты қосып та, қоспай да жеуге болады, өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді, нәзік болып шығады. Жаңа видео рецепттерімді жіберіп алмау үшін менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!